студенттерге қарапайым күнде келіп, күнде кетіп жатқан 30 жыл жұмыс істеді деп отырмыз ғой. Сол студенттерге беретін әдістемесінде қандай ерекшелік бар еді? Тіл дегеніміз міндетті түрде өзіңіз білесіз тарихпен байланысты, тіл дегеніміз әдебиетпен байланысты, тіл дегеніміз түркітанумен байланысты. Соның барлығын жинақтап әкеп, осы әдістеме арқылы адамға бере білуі ғой. Сол қызықты қылып өткізе алғанда деп ойлаймын. Және бұл кісінің мынау өмірлік бір ұстанымдар болады ғой. Сол ұстанымдарын біз ауызша айтқандарынан бөлек, мынау жазбаларынан да байқай аламыз. Мысалы, қазіргі қазақ тілі деген еңбегіне енген әлемдік білім кеңістігіне ену жағдайында тәрбиелеу мен оқытуды қазақ тілінде жүргізудің кейбір мәселелері деген мақаласы бар. Сол жерде үшке бөліп қарастырады. Біріншісі, не үшін оқыту керек дейді қазақ тілінде, яғни. Мысал ретінде айтады, қаржыгер болсын, дәрігер болсын, қайсысы болса да дейді, саналы да сапалы деңгейде қазақ тілінде жұмыс істей алатын деңгейде болу керек дейді. Дәлірек айтқанда, қазақ тілі оқып үйрену пәні, оқыту үйрету тілі болу керек дейді. Екінші, нені оқыту керек дегенге келгенде, оқу бағдарламалары, мемлекеттік стандарттар, оқулықтар тұтастай ғылыми және оқу әдістемелік кешен арқылы жүргізілу керек дейді. Үшіншісі, қалай оқыту керек дегенде, яғни осы жүйеде бағдарламалап оқыту, ой белсенділігін, таным белсенділігін арттырып оқыту, тәрбиелей оқыту және дамыту оқыту керек дейді.